Ассаламуалейкум, сәлем баршаңызға. Сүтке небір түрлі дәмдеуіштерді қосып ішсеңіз, сіздің ағзаңызға оң әсерін тигізетінін білдіңіз бе? Мен осы видеомда соңына дейін қарап, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Кардамон қосылған сүт миды тыныштандырады, депрессия мен шаршауды басады. Егер сүтке шафран қосып ішсеңіз, мұндай сусын жүйке жүйесінің, тыныс алу жолдарының және қан тамырларының жұмысын тұрақтандырады. Ал шафран сүтін үнемі ішу көздің астындағы ісінуді басады. Сүтке аздап таршын қосып ішсеңіз, сіз потенциалға жақсы әсер ететін жеңіл ынталандыратын сусын аласыз. Куркума сүтпен үйлескенде бауырға өте пайдалы және әжімдермен жақсы күреседі. Зімбір денені тазартады және иммунитетті жақсартады. Мускат жаңғағы да сүтке ерекше артықшылықтар қосады. Бас ауруын басады, сергітеді және есте сақтау қабілетін жақсартады. Дегенмен сүтіңізге аздаған мускат жаңғағын салып ішсеңіз, онда ұйқысыздық пен шаршауды басады. Егер де мен осы видеом сіздерге ұнаса, арнама тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған мен Гүлназ.